Білмеймін, біз қазақ деген халық қандай бейшара сорлы халықпыз. Енді бізді сорлатып отырған осы мына Құдай ұрған қанішер коммунистер ғой. Егер біздің қазаққа еркіндік, теңдік беретін болса, біздің қазаққа бір жастарымыздың дамуына беретін болса, бізден де Илон Масктер шығады ғой. Бізден де тапқырлар, бізден де сол әлемді аузына қарататын ғалымдар, тапқырлар шығып, кино жасаушылар, өндіріс, ана ұлан-ғайыр даламызды Қытайға емес, қазақ өзі ақ егетін еді ғой. Мысалы, Канада егіп жатыр. Канадада бір ауданның егістігін бір фермер, бір шаруа өзі егеді. Бір ауданның егістігін 60 мың, 100 мың адамның жұмысын бір шаруа өзі жүргізеді екен. Сол бірнеше жұмысшысы бар, автоматтасқан, су автоматтасқан, бәрі компьютермен басқарылады, дәрі дронмен себіледі, ұшақпен себіледі. Міне, дәрілер. Су трубалармен шашылады. Бір ауданның егістігін бір фермер өзі жүргізеді екен, өзі егеді екен, өзі жинайды екен. Санаулы жұмысшы жалдап алып. Бізде қазақтың ұлан-ғайыр даласын өзіміз істейтін едік, Канаданың технологиясымен, Канаданың техникасымен. Болды. Ал Қарақытайды қаптатып, қазақ жеріне кіргізтіп, міне бүкіл қазақты құлдыққа сүйреп бара жатыр. Құлдыққа сүйреп бара жатыр.